여러분 안녕하세요. 물리튜브의 물리쌤입니다. 자, 오늘은 여러분들과 함께 김칫국을 마시다 라는 한국 속담에 대해서 알아볼 겁니다. 김칫국을 마시다 немесе іліріл түсіп қалып, 김칫국 마시다 деп те жиі айтылады. Сөзбе-сөз кимчи сорпасын ішу деп аударылғанменен негізгі беретін мағынасы әлі болмаған істі болып қойғанда елестетіп әрекет ету. Әлі де болмаған іске алдын ала қуану деген секілді мағыналарды білдіреді. Кимчиккук дегеніміз кимчи сорпасы, іліріл бізде табыс септігінің жалғауы, машида ішу, демалу, бұл жерде ішу мағынасында қолданылып тұр. Мағынасын ашу үшін, олай болса, осы мақалдың орыс тіліндегі және ағылшын тіліндегі нұсқаларына тоқталайық, аналогтарына. Неге қазақ тіліндегі нұсқасына тоқталмайсыз дейтін болсаңыз, қазақ тіліндегі нұсқасы мен дәл осы мақалды білдіретін мағынаны шынымен таппадым. Егер сіздер біліп жатсаңыздар, комментке қалдырсаңыздар болады. Олай болса, ең алдымен орыс тілінде «Делить шкуру неубитого медведя» деген мақал бар екен. Яғни, әлі өлтірілмеген аюдың терісін бөлісу. Мысалға, мына суретті қарасаңыздар, екі адам, мысалға, мен мына жағын аламын, мен мына жағын аламын деп. Не болмаса, анау ата уже аюды былай сызып, мысалға, терісін сызып жатыр, уже әлі өлтіріп те болған жоқ. Бірақ оны уже терісін қай жаққа жұмсайтын, кім қай жерін алатынын осылай алдын ала жоспарлап, яғни болмаған істі уже болғандай секілді әрекет етіп жатқанда қолданылатын мақал екен. Екінші, ағылшынша нұсқасы Don't count the chickens before it hatches. Бұл дегеніміз қазақша айтсақ, тауықтарды, жұмыртқаны жармай жатып, тауықтарды санама деген сөз екен. Яғни, ол жұмыртқаны тауық жармай қалуда мүмкін, шықпай қалуда мүмкін. Немесе мына жерде суретке қарасаңыз, жұмыртқаның ішінде 3 тауық, 4-еу деп есептеп тұр, бірақ жұмыртқаның біреуінде жылан жатыр, Яғни, қандай да бір нәрсе әлі орындалмаған, шынайы мағынада әлі орындалмаған нәрсені орын алғандай етіп, елестетіп, орын алғандай етіп әрекет жасауды, алдын ала қуануды бір нәрсеге, осы мағынаны білдіретін мақал екен. Тағы да түсініктірек болу үшін, бүгінгі мақалымыз мына қызға қарасаңыздар, қағазында жазылып тұр eggs 8 деп, chicken 8 деп. Яғни жұмыртқа 8 болғандықтан, тауықта 8 шығады деп, ол алдын ала кимчиккук машосойо, яғни алдын ала солай ойлап қойды, алдын ала солай жоспарлап қойды, солай қуанып қойды, бірақ шын мәнісінде ол жерде неше түрлі крокодил шығып жатыр, тасбақа шығып жатыр, әрқалай. Яғни алдын ала бір нәрсені жоспарлама, алдын ала қате қуанба деген мағынада да қолданылады екен. Мысалға, тауықта да дәл сондай, яғни 4 жұмырт 1, 2 деп санап келе жатты, о 3-ші тауық деп санайын деп жатқанда, оның ішінен крокодил шығып тұр, ома деп, ана деп. Яғни осындай мағынаны білдіреді екен. 어떤 일이 실제로 일어나기도 전에 성급히 낙관하고는 이런저런 계획을 세우는 경우가 있습니다. Қандай да бір іс шынайы өмірде болмай тұрып, сол уже болып қойған секілді жоспарлар қойып, алдыға аспанға шығып кететін кездеріміз болады. Осындай жағдайда кәрістер алдын ала жоспарлама, істің алдына шықпа, сен әлі білмейсің не болатынын деген секілді мағынада 김칫국부터 마시지 말라 деп осылай осы тіркесті қолданады екен. Яғни қарапайым бол деген мағынасы да бар. Ағылшынша айтқан кезде, 알을 가기 전에 병아리 수를 세지 말라. Яғни жұмыртқаны жармай тұрып, балапанның санын есептеме, санама деген. Сен өйткені білмейсің ғой, ол балапан жарып шыға ма, балапан бола ма, әлде жұмыртқа күйінде қалып қоя ма, Ағылшынның жұмыртқаны жармай жатып тауықты санама деген мақалы мына бір ертегіден шыққан екен. Сауыншы қыз деген ертегіде қыз сиырды сауып отырады да, мен мына сүттен май жасап, оны сатамын. Майды сатып, одан тапқан ақшама мен жұмыртқа сатып аламын. Ол жұмыртқаларды мен бастырып, олардың ішінен көп тауық шығарамын да, сол тауықты сатқан ақшама әдемі көйлек киіп алып, ауылдың адамдарының барлығының алдында мақтанып жүремін деп ойланып отырған кезде, сол ойға әбден беріліп кетіп, алдындағы сауып отырған сүтін төгіп алады екен да, осылай ертегі аяқталады екен. Яғни, ол сүтті сауып болмай да жатып, біпті ол сүтті сатып, ең соңында оны тауыққа айналдырып, көйлек алып, халыққа мақтанғанына дейін алдын ала ойлап қойды. Яғни, кәрісше айтсақ,
김치국부터 먼저 마셨어요. ең алдымен кимчик сорпасын алдымен ішіп алды, бірақ соңында не болды? Сүтін төгіп алды, иә. Міне осы тіркестен қалыптасқан екен. Екінші жанында қарасаңыздар, бізде мысал сөйлемдер берілген. Ең алдымен мына бастық өзінің жұмысшыларының алдында мақтанып тұр. Осы жолы қандай да бір адам жоғарылайды, марапат алады деп естідім. Сол мен екенім анық емес пе, иә, деп мақтанып тұрған кезде, анау жұмысшылар не деп тұр? 김치국부터 마시기는 деп тұр, иә. Кимчи сорпасын алдымен ішіп тұрғанын қарашы деп. Яғни сен білмейсің ғой именно сен екеніңді, неге сен олай алдын ала жоспарлап, алдын ала қуанып тұрсың деген мағынада. Ал екінші мысалда, наоборот, басқа бір басшыға жаңағы жұмысшылар осылай алдағы уақытта біреу жоғарылайды, біреу марапат алады деп естідім. Егер сіз марапат алсаңыз, бізге жақсылап тұрып бір тамақ әпересіз ғой деп айтып тұр. Сол кезде олар айтып жатыр, бастық айтып жатыр, қайдағы 김치국부터 마시지 ма, кимчи сорпасын ішпеңдер алдымен, біз білмейміз ғой кім ұтатын деген секілді, алдын ала істің алдына шықпаңдар деген секілді мағынада айтып тұр, иә. Ал енді қазақ тіліндегі дәл осы мақалды білдіретін қазақ тіліндегі мақалды мен таба алмадым. Достар, сыныптан сіздерге өтініш, егер де сіздер енді жоғарыдағы түсіндірмелерден кейін мақалдың мән мағынасын қашан қолданылатынын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Егер сіздер білсеңіздер қазақ тіліндегі дәл осы мақалдың аналогын төменге комментке қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Неге мен мына жерде бірақ пойызбенен жүгіріп бара жатқан қыздың суретін салып қойдым? Менің білуімше бізде мынандай айтылым бар: пойыздың алдына түсіп жүгірме деген. Яғни осы мақал кішкене келетін секілді біздің бүгінгі 김치국부터 마시다 тіркесіне. Бірақ оған нақты сенімді емеспін, сондықтан егер сіздер білсеңіздер комментке қалдыруларыңызды сұраймын. Кішкене мақалдың тарихына тоқталып өтейік. Неге істің алдына шықпа, алдын ала қуанба деген осы мағынаны білдіру үшін неге дәл кимчи сорпасы алынды екен? Қызық шығар, сіздерге де бұл тіркес. Мен кішкене ізденіп көрдім, сөйтсем бұрын кәріс халқы Корея елінде ток деген тағам, ұлттық тағамдар бар. Тоқты жеген кезде ол андай жабысқақ тағам болғандықтан кішкене адам түйіліп қалады екен. Сол түйіліп қалған кезде кәрістер артынан міндетті түрде токпен бірге кимчикук сорпасын ішеді екен. Ол кезде қазіргідей әртүрлі сусындар болмаған, сондықтан да жаңағыдай түйіліп қалған жағдайда міндетті түрде осы сорпаны жасап ішеді екен. 비디오는 көріп келейік. 지금처럼 음료수가 흔하지 않던 옛날에는 떡을 먹을 때 반드시 무가 들어있는 김칫국을 함께 마셨다고 합니다. яғни негізі біздің бүгінгі өтіп жатқан 김치국부터 마신다мыз әуел баста ол толық мынадай мақал болған: tok 줄 사람은 생각도 않는데 김치국부터 마신다. яғни тоқты беретін адам әлі оның ойында беру де жоқ, ал сен уже ішіп жатырсың, кимчи сорпасын ішіп жатырсың деген мағынада. Бұрынғы заманда кәрістер көршілері ток әзірлеп жатса, ол маған да беретін шығар деп алдын ала солай ойлап, кимчи сорпасын әзірлеп ішіп отырады екен. Яғни ол токты бере ма, бермей ма белгісіз, бірақ ол уже береді деп есептеп, сол уже берген секілді есептеп кимчи сорпасын ішіп отырады екен. Міне осы жағдайдан кейін қалыптасып кеткен халықтық мақал екен. Ал бүгінгі таңда осы ток 줄 사람은 생각도 왔는데 김치국부터 마시다ның соңғы осы екі тіркесі 김치국부터 마시다 қазіргі таңда жиі айтылым ретінде қолданылады, өте жиі қолданылады. Дорамаларда болсын, жаңалықтарда болсын, шоуларда болсын, күнделікті өмірде болсын өте жиі қолданылады. 김치국부터 마시지 마. яғни кимчи сорпасын алдын ала ішпе. Ол саған токты бере ме, бермей ме білмейсің деген мағынада қалыптасқан. Осы турасында да кәріс мұғалімнің толық түсіндірмесін видеосын қарап келейік. 떡 줄 사람은 생각도 않는데 김칫국부터 마신다는 옆집에서 떡을 하면 우리 집에도 당연히 가져다 주겠지 하고 지레 짐작하며 김칫국을 미리 준비해 마시는 모습을 비꼬아 표현한 말입니다. Мақалды әбден жілігін шағып майын іштік деп ойлаймын. Олай болса қорытындылау үшін емун, яғни мысал сөйлемдерге тоқталайық. Ең бірінші алып келген мысал сөйлемі: 김치국부터 마시지 마. 실망할지도 몰라. Алдымен кимчи сорпасын ішпе, көңілің қалып қалуы да мүмкін. Яғни біреуге осылай айтуға болады екен. Мысалға, алдын ала біреу сол нәрсе болып қойған секілді досыңыз уже жоспарлап ана жақта сөйтіп отырған кезде сіз соған осылай айта аласыз:
Өйтіп алдын ала істің алдына шықпа. Сен олай алдын ала жоспарлап алып, кейін олай болмай қалса, сенің көңілің қалып қалуы да мүмкін деп, иә. 김치국부터 마시지 마. 실망할지도 몰라. 실망하다 осы жерде көңілі қалу бір нәрседен. келесі екінші иммунымыз. 저 사람은 김치국 마시는데 선수야. ана адам 김치국 ішуден мастер, чемпион деген мағынада. яғни 저 사람, ана адам 김치국 마시는데, 김치국 ішуден, 김치국 ішусінен деген сөз, 김치 сорпасын ішуден. 선수 дегеніміз шебер, мастер. 천천히 생각해 볼 거야. 혹시라도 김치국 마시고 있을까 봐. 아니 누가 김치국을 마셔? 김치국 마실 사람은 생각도 안 하는데 김치국 먼저 마신 사람이 누군데 김치국 같은 소리 하고 있어. 피차 일. 네, 여러분. 오늘은 여기까지입니다. 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 그리고 구독과 좋아요, 알람 설정까지 눌러주시면 더더욱 감사하겠습니다. 안녕.